жасаймыз? Олармен қалай, жалпы қалай біз осы блоктарды анықтаймыз? Біріншіден, қара, тақырып қалай? Қайталап өтем. Ақша ағымын жауып тұрған 25 блок. Немесе қарызға кіргізетін 25 себеп. Түсіндік қой, иә? Әр қайсына бөлек-бөлек тоқталамын. Тезірек, чтобы группадағы адамдардың барлығы тезірек осы сабаққа кіру үшін барлығына жазамыз. Тездетеміз деп. Өйткені мен бастауым керек уже. Кішкене шақырайық, иә, сосын адамдар жиналсын, бастай берейік. Просто мен не үшін бұл тақырыпты алып жатырғанымды түсіндік қой. Қазір көпшілік адам, 99% адам осы позицияда, яғни 25 блоктың бар екенін, немесе осылардың 25 блоктың бәрі менде бар деген сөз емес. Осының ішінде сізді біреуі, екеуі, үшеуі ұстап тұрғанның өзінде сізді қаншама өзіңізге кері әсер туғызып, яғни ақша келудің мүмкін жолдардың барлығын өзіміз жауып тұрмыз. Сол үшін де қазіргі таңда көп нәрсе болмай жатыр. Енді оның түпкі себебі қандай, және ол себептермен қалай жұмыс жасаймыз, және осы обижениелерді қалай алып тастаймыз. Тақырып қызық па? Қызық болса, дайректті мен қарап отырмын. Дайректке от қалдырып, кері байланыс беріп отырсаңыздар тіптен жақсы болушы еді. Сосын өте қызықты тақырып болып жатырса, группадағыларға, жақындарымызға, барлығына жіберіп қоямыз, мақұл ма? Енді қараңыздар. Осы 25 себепті атап, каждыйын түсіндіріп, қазір мен зарядкам отырайын деп жатыр. Айда ханым, зарядка. Вот, осы нәрсеге, бұл тақырып не үшін екенін түсіндік қой. Тақырып ұнап тұр ма? Түсінікті ма барлықтарыңызға? Иә? Осы себептің өзін біліп, қалай жұмыс жасауды білген кезде сіздің өміріңізге, мен айта алмаймын енді, бүгінгі тақырып өте миллион тұратын тақырыпта, сондықтан максимально құлақтарыңызды түріп, максимально қараңыздар. Максимально. Қазір сұрақты сабақтың соңында, немесе әрбір запростан кейін, бірінші себепті, екінші себепті отдельно айтам ғой. Сол кезде сұрақтар туындап жатырса, жазып жіберсеңіздер болады, немесе жаңағы сұрақ қойып, аудионы ашып қойсаңыздар болады. Я, ұнап тұр дейді. Тамаша. Енді бұл тақырыпты айтатын мен кіммін? Бұл тақырыпты айтатын мен сана навигатормын. Есімім Қазына. Мышление маманымын. Яғни адамның ойы арқылы өмірін басқаратын дәлелдеп келе жатқан адамын. Осы уақытқа дейін қаншама кейстарым бар, мен олардың ешқайсысын бүйтіп не себеппін? Дайындап отырмын дейді. Молодец. Блокноттарын дайындап отырсаңыздар, молодец. Қараңыздар. Кейстарымды ешқайсысын мен алған жоқпын, чтобы жаңағы білгілеріңіз келсе, Инстаграм парақшада тұр, өте көп адам бар осы уақытқа дейін қаншама қарызынан құтылған, және бір айда 500 мың табыстан 6,5 миллион табысқа шыққан, жақында ғана. Яғни ол жерде ең бірінші жұмыс жасағанымыз осы 25 әдет және состояние. Состояниемен жұмыс жасаған сайын сіздің миыңызда ақшаға деген кәдімгідей поток ашылады. Дәл қазір мен айтып жатқан нәрсем, қазір түсіне бастайсыздар. Не айтып жатырғанымды, поток ашыла бастайды. Біз қарызға не үшін кіріп кетеміз? Не үшін бұндай жағдайлар болады? Осыны түсіндіретін боламын. Яғни мен осы уақытқа дейін 100-ден астам адамды қарыздан құтылуына, ақша потогының ашылуына, масштабқа шығуына көмектескен. Оның қасында мысалға кім бар? Маржан Қанатқызы деген бар. Қазір 178 мың подписчигі бар. 2,5-3 мың подписчик, 3 мың, 3,5 ұмытып қалып отырмын. Сондай подписчикпен келіп, өте жаңағы
алғашқы 10 мың, 20 мың, 30 мың подписчиктерінің артуына, яғни клиенттерінің көбеюіне, доходының 1-2 миллионнан 10 миллионға, 8 миллионға айналымға шығуына әсер еткен болатын. Яғни просто мен кіммін, не үшін бұл тақырыпты айтам, сол мақсатта ғана жеткізіп жатырмын. Енді тақырыпқа кірсеміз ба? Дайынсыздар ма? Дайынсыздар ма? Давайте. Әлі 14 адам ғана жиналған. Тезірек кірейік, сабақ қызық болып жатыр деп қызықтырып қойыңыздар. Әрбір сабақ алған кезде мына нәрсені ұмытпаңыздар. Менен ал, басқадан ал, басқа адамдардан ал. Әрбір сабақты алған кезде біздің миымыз маған күшті болып жатыр, ұнап жатыр, мен дайынмын, қабылдап жатырмын. Яғни инсайттарыңызды бөліскен кезде, кері байланыс берген кезде ми әрдайым галочка орнатып, бұл нәрсені орындаймын дейді. Ал егер қараңыздар, егер сіз білімді аласыз, бірақ осындай инсайтпен бөлісу, кері байланыс болмаған кезде, біз не істейміз? Оны келесі күні, сол жерде ойлаймыз, вау, күшті инсайт болып жатыр, қызық болып жатыр деп ойлаймыз, бірақ келесі күні ұмытып қалғанбыз. Келесі күні оны қабылдамай қойғанбыз, ұмытып қаламыз, уақыт өте оны тастап кетеміз. Осындай ситуациялар болады. Неге? Өйткені подсознание, ми солай жұмыс жасайды. Яғни ми мен мына нәрсені алдым деген подтверждение алмаса, немесе ақысын төледім деген подтверждение болмаса, ми автоматты түрде оны саған жасатпай, мен анау адамға қарыздар болып қаламын деп подсознание ойлағандықтан оны іс әрекетке қолдана алмай қаласыздар. Сондықтан әрбір, мысалға, мынандай қызық болып жатыр деп басқаларға себепші болып инсайттарыңызбен бөлісу сол үшін өте маңызды. Яғни өздеріңіз сабақты толық қабылдауларыңыз үшін. Күшті дейді, тамаша, қуаныштымын. Егер сіздер кәдімгі от белгісін қалдырып, энергияларыңызды бүйтіп бөлісіп отырсаңыздар, тіптен керемет. Яғни мен вообще анандай да артығынан информация беруге дайын болатын болам. Күшті инсайттармен және құпиялармен бөлісетін болам, бұйырса. Тамаша. Қараңыздар, қараңызшы, ең бірінші тұр Алланың, яғни өз зонаңда емес, Аллахтың зонасына өтіп кетесіз. 25 блоктың біреусі адам өз-өзіне қалай блокировать етеді? Алланың зонасына кіріп кете бергендіктен. Бұны қалай түсінеміз? Қараңыздар. Мысалға, әр қайсымызда дәл осы сәт бар. Және өткен шақ бар, және болашақ бар, дұрыс па? Бар ғой. Енді осы шақтағы айтып жатырған нәрсем ғана осы шаққа жатады. Ал осының алдында айтқан нәрселерім уже өткен шақ болып тұр. Енді алдыда айтатын нәрселерім ол болашақ. Тура солай, біз дәл қазір мен болашақта, яғни одан кейін не болатынын, осы сәттен кейін, мысалға 20 минуттан кейін, 30 минуттан кейін не болатынын білмеймін. Және оған мен алаңдауға тиісті емеспін. Түсінікті ма? Егер мен уже 20 минуттан кейін болатын нәрсеге, немесе алдыда болатын күндерге алаңдасам, мен кімнің зонасына кіріп кеттім? Алланың зонасына кіріп кеттім. Себебі ол алдағы болашақ нәтиже ғой. Нәтиже ол Аллахтікі. Ал осы сәт қана менде бар. Өткен шақтың барлығы ол жаңағы уже өткен шақта қалып қоймау керек. Тура солай. Қараңыз. Енді мен осы жерде бір инсайт айтып жіберейін. Бұл тақырыптан сәл бөлектеу. Сіздің 2 ай бұрын ойлаған нәрселеріңіз дәл қазір өміріңізде болып жатыр. Көбіңіз байқайтын шығарсыздар. 2 ай бұрын не ойладыңыз, не қаладыңыз, нені жоспарладыңыз, примерно ойыңызда ғана. Сол уже сіздің өміріңізде не істеп жатыр? Болып жатыр дәл қазіргі моментте. Енді дәл қазіргі ойларың алдағы болатын нәрсенің барлығына себепші. Түсіне алдыңыз ба? Алланың зонасына кіру деген сөз нәтижеге фокус қою. Мысалға, біреулер көп жағдайда қарызбын деп айтады. Маған біреу ақшамды төлеу керек, бірақ мен басқа біреуге қарызбын. Маған біреу ақша беру керек. Осы жерде не істеп тұр? Өткен шақпен болашаққа байланып тұр. Яғни өзінің жолын, алдағы болашағын өзін-өзі байлап тұрған түсінбей тұр бұл жерде адам.
яғни ана есік келетін именно осы жерден маған ақшаны төлеуім керек, именно осы жерден маған адам маған жіберу керек, яғни ол ситуацияны жібермей тұр. Егер сен біреуге қарыз ақша бердіңіз ба, онда уже сол ақшаның жауапкершілігін соған лақтырдыңыз. Уже сіз ол ақшадан бас тарттыңыз. Яғни егер сіз ол ақшадан бас тарта алмайсыз ба, онда ондай шешім қабылдауға керек емес. Егер ол шешімді қабылдадыңыз ба, онда бас тартқаныңызға мойынсынуыңыз керек. Егер мойынсына алмайсыз да, онда бермеу керек. Беріп қойдыңыз ба, онда жауапкершілік сіздікі. Уже сіз оған фокус қоймауыңыз керек. Сол үшін де қазір көбісі айтады, сен бере алатын, андай лақтыра алатын, жоғалта алатын сумаңды ғана адамдарға қарызға бер деп айтады. Себебі сол басқалардың қарыз берген кезде біз өзіміздің жолымызды жабатынымызды білмейміз. Өйткені ол келмей тұрады, ол уақытында бермей тұрады, ол сенің энергияңды ұстап тұрады. Сосын сен не істейсің? Жертва позициясына кіресің. Ол осы уақытта берем деп еді ғой, уәде беріп еді ғой, бүйтіп еді ғой деп, сен үнемі состояниеңді төмен түсіріп тұрасың. Өз состояниең үшін өзің жауап беру керексің. Ал егер мен басқа біреудің состояниесі үшін жауап беріп жатырмын ба қазір, онда мен Аллахтың зонасындамын. Яғни ол не үшін бермей жатыр деген позицияға кетіп қалдым ба, мен уже беру керек деген претензиям бар. Значит, мен Аллахтың зонасындамын. Түсінікті болады ма Аллахтың зонасы деген? Яғни нәтижеге мен жауапты емеспін. Нәтиже Аллахтан. О, тамаша, оттарыңыз ұнап жатыр. Нәтижеге мен жауапты емеспін. Нәтиже Аллахтікі. Ал әрбір нәтижеге мен уайымдап жатырмын ба, онда мен Алланың зонасына кіріп кетіп жатырмын. Мен процесте болуым керекпін. Процесте болған кезде ғана менде болады. Процесте болу туралы алдағы уақытта тағы айтамын. Келесі этапқа өтейін. Түсінікті болды ма? Өз зонаңызда емес, Алланың зонасына кіру деген түсінікті болды ма? Түсіндіре алдым ба? Көп нәрседе біз Алланың зонасына кіреміз негізі. Көп нәрседе. Негізі біреу маған деп қарап қалды ма, менсінбей қалды ма, немесе ол мені төмендетіп тұр ма, уже біз Алланың зонасындамыз. Өйткені ол мені менсінбей тұр деген ойды кім шешіп қойды? Мен шешіп қойдым. Мен уже Алланың орнына шешіп қойдым. На самом деле ол просто өзінің настроениесі болмай тұрған шығар. Ол мені менсінбей тұрмаған, уже өзінің көңіл күйі болмайтын тұрған шығар. Біз оны білмейміз да, сутьті білмейміз. Не үшін, қалай болған, неге оның настроениесі жоқ екенін білмейміз. Бірақ оның көңіл күйі жоқ па? Мен уже іштей ол мені ұнатпай тұр, немесе менің алдымда тәкаппарланып тұр деп ойлап қалдық па? Осы ойымның өзі Алланың зонасына кіру негізі. Өйткені кім шешіп қойды ол ойды? Мен шешіп қойдым. Солай деп мен шешіп қойдым. Мен кім болып тұрмын сонда? Алла болып тұрмын ғой. Кішігірім Алла болып тұрмын. Сондықтан біреулер жаңағы туралы негатив ойлап тұрсақ, осы ай мен жақтырмай тұр, ай осы болмай қалады-ау, осы мен обязательно сен соның подтверждениесін аласың. Өйткені не үшін сен оның подтверждениесін аласың? Ой, осы қарызымды бермей қояды, осы мені қинап қояды, осы осылай болып қалады-ау деп ойлаймыз. Осы ойдың барлығы Алланың зонасына кіру. Біз бұл кезде не істеуіміз керек? Керемет техника айтайын ба осы жерде? Техника. Сразу техникасын айтып жіберейін ба? Плюс қалдырайық техника айтамын. Алланың зонасына кіріп кетіп жатырық. Солай. Біз байқамай. Яғни біреу туралы ойымыз, біреу туралы жаңағыдай жаман неміз, плюс қалдырып жатсыздар, я? Енді сразу жаңағы Алланың зонасына кіріп кетіп жатырған кезде мен кешірім сұрауым керек. Түк киім жинап жатырмын. Ау? Түсінбей қалдым. Осылай шешіп қойған, яғни ол маған ақшасын бермейді деп шешіп қойған, ол мені ұнатпай қалады деп шешіп қойған кім? Мына жерде
Біреулер туралы ше, ол жақтырмай тұр деп, мысалға жаманда ойлап қоямыз ғой біреулер туралы, немесе біреуге оценка беріп қоямыз. Ай, нағып бүйтіп кетті, нағып ол маған өйтіп сөйлейді деген сияқты. Яғни неге олай ол, неге ол бұлай дегеннің барлығы алаң зонасына кіру негізі. Яғни оған претензия айтуым, мен оның неге үйтеді деп шарт қоюым, тіпті мен ол туралы, ол мені өйстіп тұрған шығар деп ойлап қоюымның барлығы алаң зонасына кіру. Енді осы жердегі техника былай. Яғни сен түсіндің ғой осы алаң зонасына кіріп кеткеніңді. Түсініп тұрсың ғой. Сен солай ойлап қойдың, бұлай шешіп қойған менің ойым. Яғни мен, Аллах айтасын, Аллахым, мен осылай ойлап тұрмын. Бірақ бұл менің ғана шешімім. Бұл шешімім қате болуы мүмкін, сондықтан кешірім сұраймын. Мен солай сіздің орныңызға шешіп қойғаным үшін кешірім сұраймын. Және алдағы уақытта оның жағдайы жақсы болуына, көңіл-күйі дұрыс болуына, бәрі дұрыс болып кетуіне, қазір ойлап тұрған нәрсем керісінше плюс жағын көресің да, солай плюс болуына, жақсы болуына ниеттімін. Тура солай болуын қалаймын. Ал ол сенің қалауыңмен болады, мен саған тапсырам. Яғни ана ойды аламыз да, солай шешіп қойғанымызға кешірім сұрап, Аллаға дұрыс, қалай, осылай, сен қалай қалап тұрсың, осылай болсыншы деп Алланың өзіне тапсырасың. Каждый раз осы техниканы жасаған кезде біз өз зонамызда болып үйренеміз. Кайф па? Түсіндік па? Түсіне алдыңыздар ма? Сәл қиындау болса, это нормально. Тема ауыр болса, ол нормально. Просто бірінші очередь сондай да, біз это бессознательно, байқаусызда не істейді екенбіз, Алланың зонасына сөйтіп кіріп кете береді екенбіз. Мысалға, негативті ойлап қоюдың барлығы, осылай ойлап қойып, күйеуім ақыры бүйтіп айтатын болды. Мысалы, сіз үйіңізге келетін кезде, қазір жақтырмай тұратын шығар енем, бүйтіп айтып қалатын шығар, сөйтіп қоятын шығар. И сосын не істейсің, солай жасайды. Не дейсің да? На самом деле сен Алланың зонасына кіріп кеткендіктен, және солай ойлап қойғандықтан, солай болып жатырғанын, солай сен шақырып қойып жатырғанын, мидағы убеждениеңмен, яғни қате ойларыңмен бекітіп қойып жатырғаныңды біліп атқан жоқсың. Түсініп атырық па? Айтқым келген нәрсені түсіндік па? Кері байланыс. Түсінсеңіздер ғана мен алдыға жылжимын келесі этапқа. Түсініп жатырмыз, иә. Жақсы. Екінші, мен кәдімгідей от души кері байланысты күтіп отырмын. Так, тамаша. Отты көрсем, вообще көзім жайнайды ғой менің. Осознанно адамдар отырғанына қуаныштымын. Қараңыздар. Одан кейін уже екінші мақсат болмаған кезде. Біз мақсат болмаған кезде қаңбақ сияқты боламыз. Қайда өміріміз қалай болады, солай болады. Яғни біз өзіміздің күшті болып жатыр дейді. Ой, рахмет, Алла разы болсын. Мынандай нәрсе. Өзіміздің мақсат қоймаған кезде, яғни мақсат жоқ болған кезде, біз көп нәрсені қарыз үшін жасап кетеміз. Қарыз үшін жасап кету деген не ол? Мысалға, дәл қазіргі қарыздарыңызды мотивация қылып қоясыздар. Сіздің мақсатыңыз жоқ болған кезде, сіз не істейсіз? Сіз алдыдан бірдеңе алам демейсіз. Сіз барасыз да, бессознательно, яғни подсознанияның уже жұмысы уже басталады. Сенде ешқандай мақсат жоқ, алдыда ақша табуға деген жүйе жоқ, ешқандай бір ештеңе қоймағаннан кейін сенде не пайда болды? Біреуден көріп қаласың ғой, люстра көріп қаласың, немесе біреудің үйіне барған кезде ананы көріп қаласың, сосын немесе бір базарға барған кезде ананы көріп қаласың, мынаны көріп қаласың, сосын подсознание, бессознательно сен сол ақшаны жаңағы бірдеңені қарызға алып қоясың. Не үшін қарыз алу саған выгодно болады? Сен ол қарыз болса, сенің подсознанияңның выгодасы, мен сол кезде пахат етіп жұмыс жасаймын. Ал қазір қарызым болмаса, мен жата беремін, орнымнан тұрмаймын. Көбінесе бізді қарыз орнымыздан тұрғызып, надо мен жұмыс жасатады, прям надо деп жұмыс жасайсыз да, ақша табасыз.
нада деген нәрсемен. Ал егер сізде мақсаттарыңыз болса, міне мынандай деген мақсаттарыңыз болса, соған сәйкес ақшаңыз келеді де, сіз қарызға кірмейтін едіңіз. Яғни біз дұрыс мақсат, Ладно, кетейін, алты аудионы өшіріп қоямыз. Аудионы өшіріп қоямыз. Мен сұрақ болып қалып жатыр деп ойлап қалып жатырмын өйткені. Сол мақсат болмаған кезде біз қарыз үшін жасап кетіп қаламыз. Это бессознательно. Видеоларыңызды қосып отырсаңыздар тіптен жақсы. Одан кейін, бұл жер уже понятно деп ойлаймын. Бұл жер уже понятно. Яғни біз қарызды мотивация қылып аламыз да, сосын пахать етіп, соның ізінен жүгіреміз. Бұл еще анандай колесо, не сияқты айналып келе береді. Сен өйткені сен сөйтіп үйреніп қалғасын, үнемі қарыз жауып үйреніп қалғасын, қанша қарызыңнан құтылсаң да, қайттан қарыз пайда болады да. Қанша қарыздан құтыласың, қайттан қарыз пайда бола береді. Хотя ол саған тревога беріп жатыр, андай неловко беріп жатыр. Сенде сол подсознаниең бір қарызды уже норма көріп бастады ма, сенің абая жолы бар, мына жақта басқа бар. Яғни сен бір жолмен ғана жүріп қаласың да, бір нейрондық связка пайда болды уже қарызға. Сен сол қарыздық жолың кеңейе береді да, болды. Өйткені сен уже не істедің, солай шешім қабылдап қойдың. Қарыз алу деген вариантпен шешіп тастадың біраз нәрсені. Сол кезде сөйтіп қиналып болсын, әйтеуір әупірім деп төлеп тастадың ба, одан кейін норма екен дейді да ми, дальше жалғастыра береді. Яғни абая деген дәу терең жол бар, онымен прям үнемі пробка болады, но дополнительный жолдар бар ғой, бірақ ешкім дополнительный жолмен жүрмейді, өйткені барлығы ясный жолмен жүреді. Сен қарызды бір рет алған кезде, ол сенің түп санаңда ясный жол болып қалады да, сен сол жолмен жүре бересің. Яғни ол үшін сенің сол қарыз невыгодный екенін убеждениелермен жұмыс жасап тастағаннан кейін барып, сен оны алмайтын бола бастайсың. Ал дәл әзірге саған выгодно болып тұр ол. Түсіндік қой, Одан кейін, үшінші, красавчик болып көрінгісі келу. Яғни, өзіне бір статус қойып алады. Мен күшті экспертпін, немесе күшті бір мынандай маманмын, бухгалтермін, бір заңгермін, немесе бірдеңемін деген сияқты, мысалы мұғаліммін, медикпін, мен күшті осындай адаммын, немесе мен байбымын, немесе мен адамдардың алдында әдем. Яғни ол өзін адамдардың алдында көрсеткісі келетін картинка бар. Көп адамда осындай нәрсе бар. Әдем болып көрсеткісі келеді, өзін жақсы қылып көрсеткісі келеді. Вот осы көрсеткісі келетін маска бар ғой. Сол масканы тойдыру үшін не істейді? Қарызға кіре береді. Красавчик болу үшін, папа мамасының алдында идеальный, крутой болып көріну үшін, енді кішкене ауыр болса да айтуға тура келіп тұр. Идеальный болу үшін, идеальный бала болу үшін, қолынан бәрі келетін адам болу үшін не істейді? Қарызға кіріп, кредит алып, машина алып, крутой болып көрсетеді. Реально крутой болуға барлық адамның возможності бар, мүмкіндіктері бар. Бірақ біз санамызда ең оңай нәрсе имитация жасау, яғни солай өзімізді көрсете салу ең оңай. Шынайы болған кезде, сен өзіңмен шынайы бола бастаған кезде, сен бір статустың бір масканы тойындырып жүрмейсің. Яғни мен осындаймын, мен красавчикпін, мен қолымнан бәрі келеді, менің машинам болу керек, менің үйім болу керек, мен елдің бәрі көру керек, мені мойындау керек деген позицияда признанияның артын қумайтын едіңіздер. Енді это барлық адамда деп айтпаймын, мен айтып жатырмын. Бірінші, әркім өзін біледі да, бірінші Алланың зонасына кіріп кетіп жүргендер болса, онда вот осы себеп ақша блогын жабады. Бұл 25 себептің бәрі сенде болуы міндетті емес. Просто кейбір нәрселер болса, бұл мен деп іштей айтып отқаныңыздың өзі жеткілікті. Түсінікті ма? Сол іштей өздеріңізден жұмыс жасаңыздар. Андайда біз бірінші очередь өзімізге мойындап алуымыз керек. Біз көп жағдайда ақтала береміз, даже өз өтірігімізге, өз маскамызға өзіміз сеніп қалғанбыз.
кейде сондай нәрселер болады. Яғни мен адамдардың алдында мынандай деген образым бар, сол образдан шығып кетуге болмайды. Түсіндік па? Сол үшін біз әдемі қылып көрсетуіміз үшін өзіміз кейде киім болмайтын жерден мынандай әдемі ақша төлеп жіберу, біреуге көмектесу, осы жерде әсіресе бауырларына беріп жіберу красавчик болу үшін. Мысалға, көбінесе бауырларына қарыз ақша беретін, елге қарыз ақша беретін адамдар на самом деле красавчик болғысы келетін адамдар. Жандарым, оттарыңнан айналдым, оттарың. От қоя беріңіздерші. Потом, әлі мен үшеуінде жатырмын, еще 25-і бар. Одан кейін, қараңыздар, 4-ші, өзіңді кінәлі және қарсы сезіну, немесе өзіңді чувство вины. Ну, каким-то образом, бір адамдарда чувство вины балаларының алдында болады. Яғни баласын жақсы тәрбие бермей жатырмын, немесе дұрыс емес анамын, немесе бір осыларға көңіл бөлмей кеттім деген сияқты позицияда, осылардың оқуына мән бермей кеттім, чувство вины. Біреулерде ата-ананың алдында чувство вины бар. Кінәлі сезіну. Ата-ананың алдында өзін кінәлі сезіну. Вроде сені кінәлап атқан жоқ ешкім. Вроде ешкім кінәлап атқан жоқ. Вроде сенде не жоқ, бірақ сен өзіңмен өзің іштей бір должен сияқты болып жүру. Бұл иногда біздің әке-шешеміздің сезімдері болуы мүмкін. Сол сезімдерді біз алып аламыз да, өзімізге жүк қылып аламыз. Немесе реально өзіңнің сезімің болуы мүмкін, чувство вины. Бұл чувство виныйдың кәдімгідей техникасы бар, но мен қазір берсем ол ұзақ уақыт алып кетеді. Бұл нәрсемен жұмыс жасау керек. Яғни ата-ананың алдында қарыздар сезіну позициясы кімде бар, вот бұл да ақша ағымын жауып тұр. Бұл нәрсемен обязательно жұмыс жасаған кезде сіз алдыға өсесіз. Енді бұл жерде мен айтайын. Неге адамдар бессознательно қарызға кіріп кетеді? Және осы нәрсені қалай жеңе аласың? Сен махаббатпен жеңе аласың, только махаббатпен. Бұл сәл ауырлау болуы мүмкін кейбір адамдарға. Мысалға, сен неғұрлым жек көресің кімді, сол жек көрушілік, яғни оған претензияң бар, шарттарың бар, неге олай емес, неге бұлай емес, немесе ұнатпай тұрған жағдайың бар ғой. Вот сол ұнатпай тұрған нәрсені содан сен жоғары болған кезде, содан жоғары болу дегене махаббат деңгейінде болған кезде, сол саған претензия айтып атқан, саған ұрсып жатырған, саған бір көңілі толмайтын, саған бір қарсы шығатын адамдарды де қабылдай алып, жақсы көре алған кезде, мынаның бәрінен оңай өтіп кететін едік негізі. Бұл этапқа келудің кәдімгідей жолы бар. Так, мен әкемнің әкесінің рөлінде екенмін, разбордан білдім дейді. Вот сондай. Запись қойдым, я, Наргиз. Вот разбор арқылы адамдар біліп жатады. Бізде де разборлар болады, және сол арқылы қай жерде, не үшін деген позицияны түсіне бастайсыздар. Қазір кейбір нәрселер мутный болып қалып жатырса, это нормально. Просто сіз самый главный мына беріп атқан ақпараттың 20%-ін кіргізгеніңіздің өзінде қаншама убеждение алып тастай аласыздар. Сондықтан негізі махаббатпен көп нәрсені жеңе аласыздар. Мысалға, например, маған біреу претензиясын айтты. Неге сен маған үнемі өйстіп сөйлейсің? Неге үнемі сен жаңағыдай мені басынып айтасың деуі мүмкін біреу, үнемі сен сондайсың деп маған жаңағыдай претензия айтуы мүмкін. Немесе ол бер жағы мүмкін мені қаралауы мүмкін. Например, менің енем келіп маған айтуы мүмкін: осы сен деген біздің үйдің келіні болмау керек едің, вообще қайдан шыққан бәлесін, вообще саған үйленбеу керек еді деп айтуы мүмкін. Если мен осы жерде чувство вины, тағы басқа нәрсе болатын болса, мен бұны ауыр қабылдаймын. Дұрыс па? Кімде бар осындай ауыр қабылдайтын, яғни өтіп кетеді сөзі, сүйектен өтіп кететін, біреудің сөзін алып алатын адамдар бар ма? Бар болса, бар деп жазсаңыздар болады. Вот. Бұл бар, осындай нәрселері бар адамдар жеңілдікке
шыға алмайды. Өз өмірлерін өздері ауырлатып, өздері жүк қылып алып жүр. Мысалға, тура солай айтып жатырса, мысалға, иә бар ғой дейді. Мысалға, менің енем де тура солай айтқан, енді реально айтайын, бұрын солай айтқан. Сен келмеу керек едің, сен болмау керек едің. Уже 3 баладан кейін поздно же уже. Сол жерде айтып тұр да, уже 3 баладан кейін барып маған сен біздің үйдің келіні болмау керек едің. Сен деген мен балам басын айналдырып алғансың. Сен оқытып алғансың деген сияқты ше. Я реально, может быть, ауыр болатын беді, егер мен бұл нәрселерді білмегенде. Бірақ мен істедім, мен қабылдадым. Я расымен. Я сөйту керек пе еді, может. Оны 2014 жылы ойлану керек еді да, күйеуге шықпай тұрып. Енді уже күйеуге шығып қойды, ол уже баласын үйленіп қойдым. Енді артқа қайтатын жол жоқ. Жол жоқ. Мен тартып алдым, почти ше, оның ойынша мен оны тартып алып тұрмын да. Ладно, солай ақ болсын, мүмкін. Яғни мен ол айтып жатырғанға қарсыласып, неге ол маған үйтіп айтып жатыр, неге ол андай неге ол жаңағы мені өзін жек көрсін деп жатыр, немесе неге ол мені қабылдамай жатыр дегенге емес. Осы арқылы Алла тағала маған не түсіндіргісі келіп тұр? Мен нені қабылдауым керек деген позицияға өтуіміз керек. Енді сәл қазір сіздерге ауыр болуы мүмкін, бірақ менде ол жеңіл өтіп кетті. Соның барлығын мен оңай қабылдадым. Мен расымен де, расымен дедім да. Айтқан нәрсесі дұрыс. Мүмкін дұрыс. Расымен де деп жатырмын да. Мен мүмкін мен сізге ұнамауым, бірақ мен білем, что сізге ұнамауға қақым бар. Яғни мені ұнатпауыңызға қақым бар. Ұнатпай-ақ қойсаңыз да болады. Самое главное, сіз мені қалай қарайсыз, ол маған маңызды емес. Сіздің балаңыз жақсы көрем, сондықтан мен сізді сыйлаймын. Болды. Вот осындай позицияда болдым. Сол үшін мен сізді қанша жерде мені ұнатпасаңыз да, мен сізді жақсы көре аламын. Өйткені баласын жақсы көріп тидім. Рас па? Рас. Болды. Яғни сен мойындай сал, соны жақтырмай тұрған мойындай сал, қабылдай сал. Сол кезде легко кетеді, негізі жеңіл кетеді. Бірақ бұл этапқа келудің өзі прокачанный ми болған кезде ғана. Яғни сен соны ауыр қабылдай бермей, наоборот мойындап, мысалға мен Алматыға көшіп кеттім. Жолдасыма айттым, Алматыға көшіп кеттім. Айтты, Алматы ауру болды осылар. Білмеймін, айтты, бірдеңе десе, хит десе Алматыға кетеді деп. Негізі біз басқа жақта тұратынбыз, Қызылорда облысында. Көшіп кеттім. Маған Алматы ауру болды, бірдеңе деп жатса, бұрынғы қазына болса мен ренжитін едім. Бірақ қазір, мен расымен де Алматы ауру, мен прям Алматыны қатты жақсы көрем. Мен только Алматыда тұрғым келеді. Мен мойындаймын оны. Мойындаймын. Мама дұрыс айтып жатыр, на самом деле деп қабылдаймын. Жерлесің ғой дейді, мен жерлесімін. Вот, на самом деле мен мойындаймын. Алматымен ауырып жүргенімді мойындаймын. Шынымен де ақшадан өліп баратқанымды, может быть, да, если сен ақшадан өлген десе, жарайды, мойындай салам. Ол да сол айтқанға бола мен өзгеріп кетпеймін ғой. Сол айтқанға бола мен басқаша болып кетпеймін ғой. Біз энергиямыз қай кезде құртамыз? Біз қарсыласқан кезде, қабылдағымыз келмеген кезде, сон айтқан нәрсесіне неге деп шығып претензия қойған кезде да. Бірақ оны кім жаратты? Алла жаратты. Алланың жаратқан пендесінің миында Алла жаратты. Оның қалауында Алла жаратты. Оған сөйлетіп тұрғанда Аллада, сен соған претензия айту арқылы кімге претензия айтып жатырсың? Түсінтірсің ба? Кімге? Аллаға. Біз бессознательно, яғни біз байқаусызда Аллаға айтып қойып жатырған үлкен дүниеміз. Яғни жан жақтағы адамдардың барлығы просто біздің айналарымыз. Ол адамдардың барлығының ар жағында кім тұр? Алла тұр. Значит, сен оның ар жағындағы Аллахқа қарсы шығып жатырсың деген сөз. Ол сенің, конечно, энергияңды жейді, энергияң слип болады сенің. Кіммен күресіп жүрсің сен сонда? Қабылдауды үйрену керек. Қабылдаудың кәдімгідей бір техникалары бар, кәдімгі 7 этаптан тұратын.
Ол нәрсені тағы да мен қазір дейді вникать етіп ішін айта алмаймын. Енді примерно осының өзінде кішігірім кейбір адамдар примерно қабылдады деп ойлаймын. От болып жатыр ғой, иә? От болып жатыр ғой. Вот примерно қабылдады деп ойлаймын. Так, одан кейін қараңыздар. Осы чувство вины, біреудің алдында андай қарсыласу, өзіңдікін дәлелдеу, осының бәрі, короче, осының бәрі просто энергия жейді, а сен энергияңды унитазға ағызып жатырсың күресу арқылы. Түсінесің ба енді? Энергия тең ақша деп бекер айтпайды. Энергия тең ақша деп бекер айтпайды. Жандарым, жүректеріңнен айналдым. Иә, энергия тең ақша деп бекер айтпайды. Вот. Сол біз бессознательно жаңағы жағдайлардың барлығында. Так, түсіндік қой, иә? Бессознательно біз өз энергиямызды өзіміз құртып қойып жатырмыз. Өзіміз құртып қойып жатырмыз. Кері байланыстарыңызға рахмет. Осы жерге дейіннің өзінде настолько инсайт, әлі мен 4-еуін айтып жатырмын, ойлаңызшы. Настолько инсайт алып жатырсыздар. Енді қараңыздар. 5-ші этап ол алу беру балансы. Алу беру балансы. Егер сізде алу беру балансы дұрыс болмаса, онда сіздің тағы осы 25 өзіңіздің ақша ағыныңызды жауып тұрған 25 блоктың біреусі. Яғни ол алу беру деген не? Сізге біреу көмектесті кезінде. Сізге біреу жақсылық жасады, соның арқасында бір нәтижеге жеттіңіз, немесе бір соның идея болды да, сол саған идея бергеннің арқасында қазір табысты болдыңыз, иә? Осындай ситуацияда біз сол себепкер болған адамды ұмытып кеткеннің өзінде алу беру балансты құртып алып жатырмыз. Бізге себепкер болған адамға риза болып ең құрғанда, сен осындай бір сөйлемің әсер еткен еді деп конфет әкеп беріңізші, уже алу беру балансы уже жұмыс жасайды деген. Осы жерде жұмыс жасап жатыр. Көп жағдайда біз ананы не дейді? Аудионы өшіреміз, ханым. Ага. Өшіріп тастаңыз. Так. Осы жерде осы нәрсенің өзі алу беру балансына әсер етеді. Яғни бізге жақсылық, мысалға анамыз жақсылық жасауы мүмкін, анамыздың бір идеясы келуі мүмкін, немесе папамыз бір ой салады да соның арқасында бірдеңе өріп кетуі мүмкін, бір жақсы бір идея салады. Біз оның бәрін құнсыздандырамыз. На самом деле ол тегін алып жатырған, Аллахтың арқасында беріліп жатырған сабақтар, оған делдал болған, оған себепкер болған адамдарды ұмытып кетуіміздің өзі алу беру балансын дұрыс ұстануымызда. Одан кейін сіз білім алдыңыз ба? Және соған сәйкес мен айтып жатырмын ғой, осы алғаннан кейін кері байланыс беріп, души толтырып жасасаңыздар, чтобы сіздің беру балансыңыз, яғни осы инсайттарды беру балансыңыз тең болған кезде, сіздің миыңызға бұл ақпараттың бәрі отырады, және сіз өміріңізге қолданасыз. Осы уақытқа дейін қаншама күшті сабақтар тыңдайсыз, бірақ неге өміріңізге қолдана алмайсыз? Өйткені осы жердегі алу беру балансы қате кетіп жатырғандықтан. Жандарым, оттарыңнан айналдым. Давай, келесі. Енді қалғандарын тездетейін. Оның барлығын ашып түсіндіріп жаңағы отыруға болады. Әр 25 этаптың техникалары бар еще как. Қазір айтам. 25 этаптың. Сен мысалға құтқарушысың, спасательсің. Үйде біреудің спасательсің ба? Сен бессознательно, мысалға анаңның спасателі болып жүруі мүмкін. Мысалға біреулерге анаңды қорғап, біреулерге қарсы шығып жүруі мүмкін. Я? Сөйтіп соның сөзін сөйлеп жүрген болуы мүмкін. Бұл жерде несің сен? Спасательсің. Соны спасать етіп жатырсаң, сенің миың бессознательно анаң екеуіңді бір адам деп ойлап қалады. Енді осы сезім, енді қараш, сен өзіңнің жауапкершілігің бар, еще анаңның жауапкершілігін артып алсаң, конечно, қаяқтан энергия болады сенде. Біреулерді құтқару деген сол. Яғни біз
барлық адамды спасать етеміз деп энергиямызды бейтіп шашып таратып жүрміз. Негізі фокус өзімізде болу керек, өзімізге жауапкершілік алуымыз керек, біреулерді Аллаға тапсыруымыз керек. Яғни біреуді құтқару деген тағы да бағанағы бірінші не дей тұрған Аллахтың зонасына кіріп кетумен бірдей. Вот екінші, жетінші, бізде сен бала позициясындасың. Бала позициясында деген уже детский позициядасың деген нәрсе мынандай. Белгілі бір ақша әкеледі, бәрін білетін адамдарға айналады бұл. Бәрін біледі, бірақ өзі жасағысы келмейді. Бәрін біледі, ананы жасау керек екенін біледі, мынаны жасау керек екенін біледі, жолдарын бәрін біледі, бірақ жасамайды. Бұл в основном бала позициясында жүргендіктен, яғни жауапкершілікті алғысы келмегендіктен болады. Аудионы жап қоямыз. Вот осындай нәрсе. Одан кейін әрі қарай сұрақ болатын болса, дополнительно осы 25-ін до конца айтып тастайын, содан кейін қойсаңыздар болады, разбор форматында. Одан кейін 8-ші, әрекеттің әдетің өзгермейді. Әрекеттерің мен әдеттерің өзгермейді. Яғни сен қарашы, ақша табатын әрекеттер, немесе бір воронкаға, көбінесе мысалы бизнесі бар, уже нормально табысы бар адамдар бар ғой, сол бір әрекетпен ғана ақшасы өзгермейді. Сол үшін бір әрекетті айналдыра отыра береді. Ақша қайдан келді? Сол әрекетті айналдыра отыра береді. Әдет өзгермейді. Сол үшін ақшаның өсімі де өзгермейді оның. Не үшін? Осы жерде система, стратегия дұрыс, басқаша системалар, басқаша бір стратегиялар керек болуы мүмкін. Соған мән бермейді. Негізі әдет қалыптастыру деген нәрсе бар. Әдет. Біз азаннан тұрғаннан кешкі батқанға дейін біз көп жағдайда бір аптаның ішінде белгілі бір әдеттермен жүрміз. Сол әдеттеріміз біздің бойымызға сіңіп кеткеннің кесірінен біздің табысымызда, өмірімізде қатты өзгеріске ұшырамайды. Ал біздің әрекетіміз бен әдетіміз ауысқан кезде ол автоматты түрде өзгереді. Әдет қалыптастырудың өзінің 4 формуласы бар. Жаңағы стимул, қалау, жаңағы әрекет, марапат деген сияқты. Оның каждыйына кіру керек. Осы система, негізі мынандай блокнотымыз бар біздің. Осы блокноттың ішінде мына айтып атқан нәрсесінің техникалары бар негізі. 2,5 мың теңге тұрады, ол туралы айтпайын бірақ қазір. Просто айтып атырмын. Бұл блокнот не үшін жасадық? Каждый мынаны қалай мен практиковать етем, не істейін деп сұрай бергендіктен жасап қойдық уже. Әрі қарай бұның түсіндірмесін мына блокнотта да айта берем. Бірақ бұл туралы айтайын деп тұрған жоқпын. Так, келесі әдеттің формуласы. Яғни сен әдеттеріңді ауыстыру үшін жаңа әдет үнемі ұмытылып қалады ғой, кейінге қалып қояды. Не үшін? Өйткені ол әдет әлі қалыптасқан жоқ. Яғни біреуіне 10 сағат керек, біреуіне 21 күн керек, біреуіне 18 күн керек та. Әрбір әдеттің сағат санаттары бар, сағаттары бар, уақыттары бар. Ол қалыптасам дегенше сіз уже выгорать етіп, немесе ол әдетіңіз кетіп қала береді. Неге? Себебі көбісі ойлайды, әдет қалыптастыру деген қинап тұрып соны қайта жасау деп. Жоқ. Қинап тұрып жасау емес. Мына 4-еуінде қинау керісінше, мынаған формулаға қарсы жұмыс жасайды керісінше. Әдеттің формуласында қинау деген жоқ мүлдем. Керісінше қинау ол әдетті ешқашан жасамауға апарады. Сондықтан формуласы бар, сол бойынша жасау керек. От қойып отқандарыңызға көп рахмет. Так. Так, одан кейін сұраққа мән беріп қарап атырмын. 9-шы формуланы қайдан аламыз? Мынаның ішінде бар. Мынаның ішінде бар. Мына блокнотты сол үшін не істедім? Мына блокноттың ішінде бар формула, және осы қазір мен түсіндірем ары қарай түсіндірем. Ондай сұрақтарыңызды артынан қоя беріңіздер. Не үшін, қайдан аласыз, не істейсіз, бәрін айтам қазір. Одан кейін, 9-шы жүрек пен сезіммен, жүрек пен сезімнің белгілеріне мән бермейсің. Біз негізі сезінеміз. Жүректі андайда
жүректі біздің қырсықтықтарымыз бар ғой, ана бүйтіп беріле салғың келмейді, бір кешіргің келіп тұрады, немесе бір жағдайлар болып тұрады да, мысалы күйеулеріңізбен ренжісіп қалған кезде әсіресе ой деп бүйтіп қабылдамай ой деп мима жіберейін десең, қырсықтығымыз бір бәлеміз ұстап тұр да, но на самом деле сезім басқа нәрсені қалап тұр. Но сен өзі кешірім сұрасын, келсін, ожидать етіп тұрасың да, ожидание тең обида болады сосын ақыр соңында. Сенің ішкі қалауларың мен сезімдеріңе одан бұрын өзің қарсы шығып жатырсың ғой, негізі. Түсінтірсіздер ма? Вот осындай жүрек пен сезімдердің белгілеріне, немесе мысалға дәл қазір қаншама ақпаратты алып жатырсың, біліп жатырсың, менің энергиямды, басқа нәрсені түсініп жатырсың, бірақ логикаға салып ой деп қалсаң уже, мысалға мен қазір бірдеңе күшті ұсыныстар айтсам, ой деп ойлан қалсаң, уже сен логикаға кетіп қалдың, чувствоға емес. Сен қалап тұрған қалауларыңды жасасам, мен қалауларым жасасам ақша қайдан келеді дейсің. Сен қалауларың жасамағасын ақша келмей жатырғанын түсінбей жатсың. Просто кейде формула наоборот жұмыс жасайды да. Рұқсат бермегеннен кейін, мысалға біз сама собой қалуға рұқсат бермегеннен кейін әдет қалыптастыра алмай жатамыз. Рұқсат бермегеннен кейін біз көп нәрселерге жеңіл қарай алмай жатырмыз. Осындай темалар бар енді. 10-шы, ішкі қалауларымды орындамайсыңдар. Оның барлығы, яғни мен ертеңге жинауым керек, оны қайдан аламыз, қазір айтам. Ертеңге жинауым керек дейсің да, потом қалады. Сосын немесе бір тауға шығуым керек еді деп жүресің да, потом қалады. Спортқа баруым керек еді деп жүресің де, потом қалады. Сосын тағы бірдеңе істеуім керек еді, кітап оқуым керек еді дейсің да, қалады. Оқығың керек емес, келедіге ауыстырасың. Оның техникасын сразу айтайыншы. Надо деген нәрсе жоқ. Наданың барлығы ол саған артыңа жүк жинап жатырсың, яғни сен өзіңе қарыз болып қалып жатсың. Ананы істеу керек, мынаны істеу керек, бүйту керек, үй жинап тастау керек, ананы істеу керек деп керек. Ана шкафтың ішін жинап қою керек еді, мына бір нені удалить етіп тастау керек еді деген сияқты нәрселермен, керек деген нәрселермен біз не істеп жатырық? Үстімізге жүк артып жатырғанымызды білмейміз. Ал бұл жүктің барлығы өзімізге деген қарызымыздың бәрі не болады? Шынайы қарызға алып келеді. Шынайы қарызға. Қалдыбаева, Қалдыбаева, звук көшіреміз. Сөйтіп жазылып тұр екен ана жерде Қалдыбаева деп. Так. Вот, я солай. Біз енді қараңызшы, мынаның бәрі сіздің энергияларыңызды алып тұрған нәрселер. Саған айтып. Включить звук. Так. Потом ішкі қалауларымызды, я? Одан кейін ішкі қалауларыңды орындамайсың. Түсінікті ғой, бұл жаңағы надо дейсің. На самом деле мен, мысалға, қазір прямой эфир өткізгім келеді. Мен келеді десе мен жасаймын, потому что мен ғой қалап тұрған. Но не отыр? Мен қалап тұрсам, значит, мен жасауым керек. Түсіндік қой? Қалап тұрған мен, түсіндіріп берем өзіме. Мен қалап тұр, мен жасаймын. Сосын жасағым келмей ма? Онда жасағым келмейді дей салам. Өйткені қалау не? Менікі. Қалау менікі емес кезде мен надо деп қинамауым керек. Егер мен жасауым керек деген нәрсені просто я же хочу деп жасай беруіңіз керек. Болмаса вообще анау керек, мынау керек, оқимын, бүйтемін, сөйтемін деп қойғандардың бәрінен оқымаймын, болдым, тойдым деп андайды жинамайым деп рұқсат беріп тастаңыз. Сол кезде сіз наоборот жеңілдейсіз, артыңызға жүк артпайсыз. Или істейтін қылыңыз, или істеңіз, или істемейтін қылыңыз ғой. Түсіндіңіз ғой, я? Жинай бермеңіздер. Бүйтем, сөйтем деп. Одан кейін 11-ші, өзіңе қарызсың, жаңа тело, ұйқы қарызсың, түнде дұрыс ұйықтамайсың, ерте жатпайсың, телефонмен отырып қаласың, сөйтіп өз-өзіңді не жасауы мүмкін, жаңа тамаққа байланысты дұрыс тамақтануым керек деген ойларыңыз болуы мүмкін. Вот осының бәрі сенің өзіңе деген қарыздарың. Мынаны бүйтем, мынаны сөйтем деп аласың да, на самом деле жасамайсың. Бұндай жағдайлар болып жатырса, бұл кейбір нәрселер сізде бар болатын болса, онда бұл да 25 блоктың біреуіне айналады.
Енді 12-ші орындалмаған уәделер мен жұмыстар. Жаңа бағана айттым уже, түсінікті бұл. Одан кейін 13-ші эмоциональды қарыздар. Оны қалай түсінеміз? Эмоциялық қарыздар дегенді қалай түсінеміз? Сіз папаңызға, мүмкін мамаңызға, мен сізді жақсы көрем деп айта алмайсыз. Бірақ айтқыңыз келе ма? Онда эмоционально қарызсыз. Вот осындай нәрселерді айтады. Сіз жолдасыңызға бірдеңе айтқыңыз келеді. Бірақ бірдеңе жібермей тұр ма? Эмоционально қарызсыз. Вот осы нәрсені эмоционально қарыз дейді. Одан кейін духовный қарыздар бар. Яғни, духовный деген біреу қойды, мысалға, бір остановка ғана түстің. Бір остановкадан кейін түсесің. Бірақ сенің қазір жаяу жүргің кеп тұрған жоқ, бір остановкаға жаңа автобусқа мініп алдың. Потом қойшы, бір остановкаға төлемей ақ қояйыншы десең, өзіңе өзің не істедің? Біреудің ақысын жеп қойдың да, адал болмай қалдың да, уже духовный қарыз болып кеттің. Көрдің ба? Өз-өзіңе адал болмай қалдың. Сен өз-өзіңді біреу көрмей тұр ғой, ой, байқамай қалды ғой, бірдеңе деп не істеуге болмайды да, андай. Іштей өзің біліп тұрған, осы не то деп тұрған нәрсені, жасаған нәрселеріміздің бәрі на самом деле өз ақымызға өзіміз кіріп жатырмыз. Барынша адал болуға тырысқан кезде сіз жеңіл боласыз. Одан кейін энергияң мен күшің аз. Энергияң күшің, конечно, аз болады, осы 14-нің бәрі болатын болса. Біреулерге энергия жұмсап қоятын болса. Мен күйеуіме біраз сөздер айтқым келеді. Түсінбей қалса ұрыс шығып кете ме деп айтпай қоя салам. Вот қараңызшы, ұрыс шығып кете ме деп. Ұрыс шығып кетеді деп ойлайсың. Бұл ой кімдікі? Сенікі? Сен кімсің? Әлі болмаған ғой бұл ситуация. Әлі болмады. Сен кімсің? Адамсың. Бірақ кім шешім қабылдап қой? Сен шешім қабылдап қойсын. Бұл қате болуы мүмкін ба? Қате. Значит, Аллахтың орнына шешім қабылдап тұрғаныңа кешірім сұрап, Алладан нені ниет етесің? Бағана бірінші берген техникам. Аллахым, мен осылай ойлап тұрмын, ренжіп қалады деп ойлап тұрмын. Бұлай шешіп қойғаныма мен кешірім сұраймын. Мүмкін олай болмайтын шығар. Аллахым, осы нәрсені жеңіл түрде, қайырлы түрде өзің реттеп берші десең, саған гарантия берем. Сен айтасың, күйеуің спокойно қабылдайтын болады. Реально гарантия берем. А когда бұл нәрсе сен шешіп қойып, сөйтіп ойлап тұрып, сосын барып жасасаң, онда не істейсің сен? Аллахтың зонасында болғаннан кейін конкретно соның жауабын аласың. Одан кейін тәуекел ете алмау. Одан кейін сенде эго немесе тәкаппарлық бар. Ол не? Формуласы бар бұлардың. Эго, қай кезде сенде эго бар деген нәрсе. Егер мен дұрыспын, анау адам қате айтып тұр, енем дұрыс емес айтып тұр десем, мен тәкаппармын уже. Сендердің барлықтарың дұрыс емес, менікі дұрыс деген кезде мен тәкаппармын. Менікі қате, сендердің барлықтарыңыздікі дұрыс деген кезде мен өзімді құнсыздандырып тұрмын. Это тоже эго. Түсіндіріп па? Ал енді қараңыз, мен де дұрыспын, сіздер де дұрыссыздар. Өйткені біздің барлығымыздың болып жатқан нәрсені Алланың қалауымен деген позицияға өткен кезде біздің дұрыс эго пайда болады негізі. Я, керемет. Төребек мырза да осыны айтады. Бірақ біз ұмытып кетеміз ғой. Жақсы, сіз не үшін ұмытып кетесіз? Не үшін ұмытып кетесіз? Өйткені бағанағыдай өзімізге алу беру балансы болмаған кезде, алған нәрсемізге сай қайтармаған кезде, сондай кезде біз анау ақпаратты подсознание невыгодно деп қабылдайды. Сөйтеді да, сен оны ұмытып кете бересің. Самооценканы түсіріп аламыз, я, мен осы менікі қате ау деген сияқты. Сен өзіңдің самооценкаңды түсіретін, самооценканы түсірген нәрсені Алла ең жек көретін нәрсесі не екенін білесіздер ма? Өйткені сен самооценкаңды немесе өзіңді түсіріп тұрған жоқсың бұл жерде. Сенің қабілетіңді кім жаратты? Сенің ойыңды кім жаратты? Саған қалауды кім берді? Жалпы бұл сені осылай жаратқан кім? Алла ма? Онда сол Аллаға Алланы төмендетіп тұрсың. Мені дұрыс емес жараттың деп претензия айтып тұрсың на самом деле. Самооценка деген сол, менің самооценкам төмен десең, значит, өзіңді төмендету, ол сол
Алланы төмендету, өйткені сені жаратқанды төмендету. Алла жаратқанды төмендетіп тұрсын. Ешкім төмен емес, ешкім. Барлығымыз осы жерде отқан бәріміз теңбіз. Сондықтан сен мені төмендетуге де, өзіңді төмендетуге де қақың жоқ. Даже мені төмендетіп тұрсаң, менікі дұрыс, сенікі қате, немесе оныкі дұрыс, Төребек мырзанікі дұрыс дейтін болсаң, это оценка, баға беріп тұрсың. Тағы да Алланың зонасына кіріп кеттің. Түсіндің ба? Осознанысқа келесіз, автоматын жасайсыз бұның бәрін. Жаңа сұрағыңызды айтып жатырмын ғой. Бұл осознанысқа келген кезде это автоматом кетеді. Одан кейін, так, 18-ші ақшаға деген дұрыс емес көзқарастар. Ақша маңызды емес, яғни ақша қолдың кірі дейтін убеждениелерің болса, ақша тек қана пахать етіп қана келеді деген убеждениелеріңіз болса, еңбек етпесең ақша қайдан келеді деген сияқты убеждениелеріңіз болса, көп ақша, көп жауапкершілік те ойлайтын болсаңыздар, осындай қате ойлардың барлығы, сенің қате көзқарастарыңның барлығы ақша әкелмейді. Осы ақша әкелетін ойларың қате емес екенін жіберетін, ойыңды өзгертіп, қалай бай боламыз деген аты тегін сабақ бар. Осы сабаққа кіргеннің барлығына мен тегін беретін болам. Бонусқа беретін болам. Осы сабаққа кіргеннің барлығына. Осы жерде өмір сүру оңай, ғажайып дейді. Молодец. Осы жерде мына 18-дің сразу сабағын, 18-ші этаптың сабағын мен тегін берем. Сабақты соңына дейін тыңдаған адамдарға, және сабақтың соңында мен ключевой нәрсені айтам. Сол нәрсені айтқан адамның барлығына тегін берем. Так, қараңыздар. Одан кейін 19 өзіңе сенімсізсің, самооценка төмен. Ол түсінікті. Орта айналаңдағы адамдар әсер етеді, ол түсінікті. Ақша табатын қабілеттер, ақша әкелетін әрекеттер, әдеттеріңіз қалыптаспаған. Ол нормальный, түсінікті. Сатуды білмейтіннің түсінікті. Сатудың диагностика жасау, адаммен сөйлесу, қалай возражение жабу деген нәрселер білмеуіңіз мүмкін. Это просто нормально. Ақшаны дұрыс басқармауыңыз мүмкін, қаржылық сауаттылық. Ізденбеуіңіз, немесе өзіңіздің оқуыңызға, біліміңізге инвестиция салмауыңыз мүмкін. Және Аллахпен байланыс только намазбен, немесе только бір дұғамен қалып қойып жатқан болуы мүмкін. Сондықтан прямо постоянно Алламен, жүрек, гүліңізге рахмет. Постоянно, дәл осы сәтте мен Алламен байланысып отырғандай сезімде болатын балансқа келуге болады. Ол не? Ол қандай? Мысалға, маған осы сәт жеткілікті. Сенің аузыңа шүкір деп айту маңызды емес. Сенің аузыңа шүкір деп айту маңызды емес. Дәл қазіргі сәт жеткілікті. Мен дәл қазіргі сәтте мен бақыттымын. Дәл қазір осы информацияны алып жатырғаныма мен бақыттымын. Менің көзім ашылып жатыр. Мен осы сәтке ризамын деген позицияға өтесіз ғой. Сол кезде не болады екен? Сол кезде сіз аузыңызбен шүкір деп айтпасаңыз да, сезінгеніңіздің өзі чувство арқылы ризалық. Ал біздің ауызбен шүкіршілігіміз ол кейде өтпейді, потому что ол жерде чувство жоқ. Сондықтан сіздің өзіңізді жақсы көруіңіз, өзіңізге риза болуыңыз, өзіңізді жеткілікті сезінуіңіз, ол Алламен байланыс. Ол Алланы мойындау. Ол Алланың құндылығын білу. Ол Алланың сені жақсы көретініне жақындау. Енді бұл жерде Аллахпен байланысқа көп нәрсе айта беруге болады. Так, осы 25 этапты айтып шықтым. Так, осы сабақты маған бұйыртқанына Аллаға мың алғыс, өзіме алғыс айтамын. Алла разы болсын. Енді қараңыз, өте күшті керемет нәрсе айтайын. Осы 25 этаппен және осыдан да бөлек қалай мына жердегі 25-еуі бар ғой соңғы. Ақша табатын қабілеттер, қалай қабілеттерді әдетке айналдырамыз? Ол қандай әдеттер? Қалай сатуды үйренеміз? Не сатамыз? Қалай нишамызды анықтаймыз? Қалай ақшаны дұрыс басқарамыз? Қалай өзімізге инвестиция салуды үйренеміз? Қалай Аллахпен балансированный өмір сүреміз? Осы соңғы 5-еуі бар ғой. Осы бойынша және осының алдындағы 20 блок бойынша менде бар болғаны бір айлық орда клубы
20 000 теңгеге сатайын деп 20 мыңның ішінде 8 осы сабақ болады. Каждый сабақ тура осы этаптармен өтіледі. Тек қана онлайн сабақ алу бар болған 20 000 теңге. Бүгін бұрын тастағандарға мен 20 000 теңге беремін. Бірақ негізгі бағасы 100 000 теңге. Басқаларға айтпаңыз. Бұны мен 100 000 теңге сатып жатырмын. Именно осы сабаққа қатысқандарға және осы сабақты көріп жатырған адамдарға ғана менде 80% жеңілдік. 80% жеңілдік. Міне мына номер бар. Мына номер көрініп тұр ма барлықтарыңызға? Барлықтарыңызға көрініп тұр ма? Осы номерге предоплата немесе толық төлем жіберген адамдар осының WhatsApp-ына плюс қалдырып чек жіберсе, осы клубқа кіргізем. Және соның ішінде мына каждый техникамен, осы 25 блоктың каждыйымызбен жұмыс жасаумен қоймай, әрқайсыңызға нақты әрекеттер мен әдеттерді онлайн сабақта беріп отырам. Ойлаңызшы, бір айлық сабақ бар болған 20 000 теңге. А если Алматы қаласынан болатын болсаңыздар, онда мен сіздерді офлайн ертеңгі болатын бизнес завтракке шақырам. Бизнес завтракте мен 200 000 теңгелік бонусым бар. Ол бизнес завтракке келген адамдар ғана түсінеді. Мен оны айтпаймын. Болдан да артық ақпараттар болады. Ол жерде конкретно әрекеттер мен действиялар болады. Ертең сағат 9-да адрес барлығы жібереді. Алматы қаласынан бар адамдар болса, ол тек Алматы қаласындағыларға ғана. Ал онлайн керемете, таңертең жұмыс барғанымда ғой дейді. Ең құрғанда предоплата қалдырып қойыңыз. Және осы жердегі мына жерге предоплата қалдырып сабақты алсаңыздар, кәдімгідей күнін, уақытын барлығын біріктіріп, сіздерді группаға жинайтын боламыз. Және сол нәрседе осы блоктармен арылу, одан бөлек Аллахпен байланыс, рухани сабақ, қаржылық сауаттылық, ақша әкелетін әрекеттер, осының барлығы осындай сабақ болып берілетін болады. Предоплата 5 000 теңге предоплата қалдырып, уже группаға кіре беріңіздер. Өйткені бұл баға бүгінге арналған. Алдағы уақытта сабақтар болса, бұл баға болмай қалуы мүмкін. Сондықтан өте керемет жеңілдік. Қараңыздар, 25 осының өзін өзіңіз әрекеттеріңізбен жасап, осы блоктардың өзінен өзіңіз арылсаңыз болады. Даже бүгінгі алған инсайтыңыздың өзін алып қолдансаңыз болады. Оның өзі сізге миллион тұратын сабақ негізі. Бірақ әрі қарай тщательно дейді ғой, жүйелі түрде жұмыс жасап, әрі қарай рухани сабақтарды алып, осындай сабақтардың барлығына доступ болған қаласаңыз, онда Орда клубы бар болғаны бүгін 20 000 теңге болып тұр. Бұрын қойып жатқандар, бұрын қойып жатырғандарға осы номерге бұрын жасайсызда, плюс қалдырып, чекті сразу осы номерге жібере берсеңіздер болады. Дәл қазір клубқа кірген кезде, әдет қалыптастырудың формуласын жоқ, давай былай істейік одан да. Дәл қазір, не дедіңіз? Былай істейік. Дәл қазір бүгін төлем жасап атқан адамдарға жеке разбор. Жеке разборым менің негізі 100 000 теңге тұрады. Именно убеждениелер, қандай убеждениелер бар, және олардың прям өзіңнің миыңнан қалай алып тастайсың, каждый убеждениені, оны қалай тауып аласың, осы туралы кім қалайды, сол разборды именно бүгін бронь жасаған адамдарға берем. Сұрақтар бар ма? Аудио қойып сұрақ қойсаңыздар болады уже. Смело. Сіздер менде мына жақта не бар? 8702 368 27 20 деген номер тұр. Сол номерге өтіп кетсеңіздер болады. Немесе дайректке шықсаңыздар болады. Не дейсіз? Түсіндік па? Аудио сұрақ қойсаңыздар болады. Сұрақ бар ма? 19 адам қатысып отыр екен. Сұрақ бар ма? Сұрақ бар ма?
Барлығы түсінікті болды ма? Ұнады ма? Кері байланыс бергісі келетіндер бар ма? Так, жазуымен күшті кері байланыс бер. Түсінікті, ұнады дейді. Айнұр ханым, Алла разы болсын. Гайд өтіп кетті ма? Енді кірдім дейді. Осы 25 нені сіздерге жіберем қазір. Группада бар болсаңыздар. 25 этапты. Рет бар ма дейді. 20 мыңға ма жаным? Қазір бронь жасай салыңызшы, просто 1-2 мың теңге. Негізі мүмкін болса ретке неге жоламаңыздар деп айтып жатырмын ғой мен. Мен айтып жатырмын ғой. Ордаға, осы клубқа кіргендерге ғана гайд беріле ма? Ертең 10-да ма дейді, ертең 9-да негізі. Ертең бизнес авторлық 9-да жаным. Егер 10-да келіп қалып атсаңыз, жақсы кіре беріңізге болады. Хакатон туралы гайд бар ма? Бар. Хакатон туралы гайд бар. Ол орда клубына, мына жерде клубқа кіресіз ғой, сол жерде уже беріледі. Адрес бар ма дейді. Адрес группаға жіберіледі. Сұрақ бар ма тағы? Вдруг кешіксек бола ма? Вдруг кешіксек бізде претензия жоқ. Бізде ешкімге претензия жоқ. Рас айтам. Кәдімгідей біз барлық нәрсені, барлық адамды налайте қабылдаймыз және налайте болудың жолын айтамыз. Адамдарды прям жақсы көріп тұрасыз ғой, осы уақытқа дейін жек көріп келген, энергияңызды алып тұрған адамдарды қалай қабылдап қойғаныңызды, қалай жақсы көріп қойғаныңызды білмеуіңіз мүмкін. Қазір сіз оған кішкене нетуіңіз мүмкін, бірақ ертең техникаларын берген кезде және сол этапқа өткен кезде сіз потогыңыз қалай ашылып кеткенін байқамайсыз. Продажа жасаудың жолдары әрине айтылады. Продажа жасаудың жолдары айтылады ертең. Және осы клубқа кіргендердің барлығына айтылады. Так, мен аяққа қойып қояйын. Тағы кімде сұрақ бар? Қоя беріңіздер. Тағы сұрақ бар ма? Сұрақ болса қойыңыздар. Негізі бұл жерде алу, алмау, тағы басқа өздеріңіздің нелеріңіз. Мен міндетті түрде алыңыз, ойбай рет қарастырамыз демеймін. Рас айтам. Алмасаңыз да, алсаңыз да көңілім баяғыдай. Бұл клубқа кіріп жатырғандар бар, жүріп жатырғандар бар, результатқа шығып жатырғандар бар. Яғни алғашқы сабақтан-ақ нәтиже көріп жатқандар бар. Солардың Алла ризалығы үшін жасап жатырғанның өзі маған кайф. Әрі қарай сіздің шешіміңізде мен шаруам жоқ. Әрі қарай сіз өзіңіздің қаласаңыз, осы этаппен, осы біздің сабақтармен әрі қарай энергияңыз, потенциалыңыз, мынаның барлығын прорабатывать етіп, барлығымен жұмыс жасаған кезде ертең қалай жеңілдегеніңізді, қалай ұшқаныңызды білмей қаласыз. Сондықтан айтып жатырмын да, даже қарапайым сөйлеу арқылы сізде трансформация болып кететінін байқамай қаласыз. Сол үшін мен сізге пайдам тию үшін сол бағаны айтып тұрмын. Алла разылығы үшін ғана. Енді әрі қарай негізі бұндай миллион тұратын сабақтар көп жағдайда жаңағыдай кәдімгідей 500 мыңдық, 300 мыңдық только обучение алып жатады осы нәрсені, только ақпараттарды алып жатады наставниктерден. Бірақ соны жасамай жатады. Мен соның себептерін айтам. Неге жасамай жүрсің? Неге сен оны істей алмай жатырсың? Яғни мен сенімен қарсы шықпаймын, істе демеймін, саған түсіндіріп беремін, сен не үшін істей алмай жатқаныңды, сен осы уақытқа дейін не үшін өзің жазғырып келіп жатқанын, не үшін өзіңді қинап келе жатқаныңның себептерін түсіндіріп беремін. Сол кезде сізде осознание келеді. Ал осознание келген адамда автоматты түрде өзін қабылдап, жеңіл жасап кетеді. Біз не істейміз? Оқып аламыз да, нақыт менде білім шықпай жатыр, нақыт менде бетпей жатыр дейміз да. На самом деле соның бір детальдары, бір кішкентай бір жетіспей тұрған нәрселері бар. Соны ашып ертең осы сабақтарды түсіндірген кезде деген понятие келеді. Жалпы мен сабақты аяқтаймын. Барлықтарыңызға рахмет. Егер сұрақ болмаса, мен аяқтайын деп жатырмын. Сұрақ қойып үлгеріңіздер. 5 минут уақыт. Аудио өшіреміз, Ағынет ханым. Мен қосып тұрмын ба? Менде сұрақ бар просто. Саламатсыздар. Кеш. Жақсы тақырыптар болды. Өте түсінікті. Менде мындай сұрақ болып тұр. Сіз айттыңыз ғой, жаңа өз қалауларыңды орындамасаң, өз-өзіңе қарыз боласың, өзіңе инвестиция құю, жаңа білімге байланысты деген сияқты. Менде сұрақ, мен қазір тұрмыстамын, декреттемін.
мен қазір өзім қалаған жұмысты оқығым келеді, курс алғым келеді да. Мхм. И мен жолдасыма айтамын, жолдасым маған оған оқуға рұқсат бермейді. Мен бұл кезде қандай әрекет жасауым керек, не істеуім керек? Қызық айтайын ба саған? Если сенің егер ол хайырлы болатын болса, және сізден қазір маған бере салшы. Егер ол қайырлы болатын болса, қазір кішкене тек мәтелде қолданылады. қайырлы болатын болса, қараңызшы. Ақниет ханым, тыңдап отырсыз ба? Мені көрінбей жатсыз сіз. Егер сізге хайырлы болатын болса, онда сізде ниет пайда болып тұр ғой. Бірақ осы ниетке күмән болатын болса, сіздің күйеуіңіз оған подтверждение болады. Түсіндіңіз ба? Сіз іштегі бағана сезімді өшіріп тастап, логикаға кетіп қалып тұрсыз. Ол маған рұқсат етпей тұр деген логикада тұрсыз. Ал шынайы өз ішіңізбен рұқсат беріп, өзіңізге риза болып, сол жерде мен қалаймын, болды, мен жасағым келеді деген позицияға өткен кезде, күйеуіңіз қалай рұқсат бергенін байқамай қаласыз. Просто сізде ішкі рұқсаттар болмай жатыр. Қазір сенде бір какой-то бір күмән, какой-то бір убеждение, какой-то бір қорқыныш ұстап тұр. Сондықтан да сенің күйеуің соған қарама қарсы сенің айнаң болып тұр, болды. Қазір саған просто күйеу тек қана айна. Жан жағымыздағы адамдар тек қана айна. Мен бірдеңелерден күмәнданып, өзімнің сезімдеріме мән бермей, үнемі өз сезімдерімді тұншықтыра бергендіктен, күйеуім мені былай тұншықтырады ғой өмірден. Түсініңіз ба? Сондықтан мен бірінші очередь күйеуіме емес, өзімен жұмыс жасау керекпін. Бұл сезім шынымен де менікі ма? Мен қаншалықты қалап тұрмын? Және бұл ниетім дұрыс па? Неге бұл жерде мен қорқып тұрмын деген сияқты осознание сұрақтары болған кезде, өзіңіздің, яғни бұлай шешіп қояды. Күмән тұр ғой, мысалы, белгілі бір күмән тұр. Осы күмәнді шешіп қойдыңыз ғой. Сол күмәнді шешіп қойғаныңыз үшін Алладан кешірім сұрап, осознание етіп, Аллаға тапсырыңызшы, күйеуіңіз өзі айтады, ай, оқисың ау деп. Просто, мысалға, мына жерде клубқа кірсеңіз, осындай убеждениелерден оңай арыласыз да. Сол үшін хотя бы 20 мың теңге кіріңіздерде түсініп алыңыздаршы деп жатырмын да. Жолын, этапын өзіңіз бір әдетке айналдырып алыңыздаршы деп жатырмын да. Сол кезде сіз өзіңізге контакт өзіңізге дұрыс қойған кезде, жан жағыңыздағы айнала айна деп бекер айтпайды. Айналадағы адамдар только сенің ішкі жан дүниеңнің, немесе қорқынышыңның, немесе чувствованиеңнің, немесе күмәндануыңның айнасы ғана. Айнасы ғана. Сен соны айна қылмауың керек. Лучше, мысалға, соны қалай айна қылмауың керек, яғни өзіңнің ішкі жан дүниеңді дәл сол моментте қалай прорабатывать етіп, шынайы қалау ма, шынайы емес, андай надының қалау ма, сен соны ажыратып аласың, егер сен ішіңмен жұмыс жасай алсаң. Ал іштегі жұмыстардың барлығы, мен ол іште, клубтың ішінде айтамын ғой, мен мына жерде айтамаймын ғой оны, жаным. Мен бармын, айналам айна болып тұр. Я, точно солай, Ақниет ханым. Сұраққа жауап алдыңыз ба, Ақниет ханым? Жауап алдым. Мен Алматыдан таңертең барамын, Алла қаласа. Алматы болса қуанып кетемін ғой. Алматы аурумын ғой, бағана айттым ғой. Мен де Қызылорда облысынан, десе. О, Қызылорда, тем более, Қызылорда болса вообще. Иә, Алла қаласа жолығамыз. Мен айтамын да, мен Қызылордадан туғанмын, Қызылордамды мойындаймын, бірақ мен Алматыға ғашықпын. Екеуін де мойындаймын, ол қорқынышты нәрсе емес. Қай жерденсіз дейді? Рахмет сізге де. Так, барлықтарыңызды прям қимай жатырмын, расымен ше. Қимай жатырмын. Бірдеңе сұрақ қалыңыздаршы, пожалуйста. Білімнің ақысын беріп, мына сабақтан кейін, немесе жаңағы неге шығады ғой, жаңағы WhatsApp-қа шығамыз ғой, сол кезде от души инсайттарымызбен бөлісіп тастайық. Сол кезде біз жазып жатырған кезде, мына жақтан саған бір сандық ашылатын байқайсың. Деген осознаниялар келе бастайды жазған кезде. Сондықтан ақысын беріп тастаңыздар, бағанағы алу беру балансын беріп тастаңыздар, инсайттарыңызбен бөлісіңіздер, қандай инсайт алдыңыздар, сонымен бөлісіңіздер, кері байланысты от души беріп тастаңыздар. Просто мынандай нәрсе,
мен иә алла разылығы үшін жасадым, бірақ сіздерге ол барсыншы, ол сіңсінші, сіздер жаңа қабылдасыншы деген ниетпен ғана осы нәрсені айтып жатырмын. Яғни сіз қабылдауыңыз үшін, соны түсінуіңіз үшін кері байланыс жасап тастасаңыз, уже отырады ол нәрсе. Отырады кәдімгі. 1, 2, 3, 4 деп прям миға отырады. Сол, Алла разы болсын. Так, сізге Алла разы болсын, Алла разы болсын дейтін. Рахмет. Сау болыңыздар, көп рахмет. Если что, мына номерге жазыңыздар. Не бар, қалай бар, жеке сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады осы жаққа. Ау, Айша ханым, сұрақ бар ма? Абылай, үй тапсырмақ орындасаң не істеп? Жаны ханым, жақсы онда. Мен сұрақ бар деп ойлап қалдым. Завершить етемін. Сабақ сақталды. Сау саламатта болыңыздар. Барлығымызға Алла разы болсын.